Достар, сәлем. Шоколадты ұнататындар үшін бүгін осындай шоколадты пирог рецептін ұсынғым кеп отыр. Бұл пирог өте тез және оңай дайындалады, дастарханда да әдемі көрінеді. Ал бастайық. Ең бірінші, таза ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып, үстіне 1 стакан қант қосып, миксердің көмегімен үлпілдек болғанша араластырамыз. Басында араластырып бастағанда, бірінші жылдамдықта араластырамыз. Одан кейін әр минут сайын жылдамдығын көтеріп тұрамыз. Шамамен 4-5 минуттай араластыру керек. Ендігі кезекте сұйық май мен сүт құйып, тағы бір араластырып аламыз. Соңында ұнға қопсытқыш пен какао қосамыз және барлығын елеуішпен елеп, сұйық салмаға саламыз. Біздің ұн жан-жаққа ұшып кетпеу үшін басында жай ғана осылай араластырып, одан кейін миксерді қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Мінекей біздің қамыр дайын болды, ал енді форманы дайындаймыз. Форманың астына пергамент төсеп, жан-жағына сары май жағып шығамыз. Енді қамырды формаға құйып, қатырылған немесе жаңа піскен шие саламыз. Міндетті түрде ішіндегі дәнегін аламыз. Шиенің орнына басқа да кез келген дәмі қышқыл болып келетін жидектерді қоссаңыздар да болады. Неғұрлым көп қоссаңыздар, соғұрлым тәтті болып шығады. Әрине, тым көп қосудың да қажеті жоқ. Енді пирогты алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің пирог дайын болды, ал енді глазурь дайындаймыз. Ол үшін қойылтылған сүтке 2 ас қасық какао қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Пирогты видеода көрсетілгендей тарелкаға аударып, бетін мінекей осылай тесіп шығамыз және шоколадты глазурьді үстіне құямыз. Әдемілеп, тегіс етіп жағып шығамыз. Мінекей достар, нағыз шоколадты пирог дайын болды. Іші де шоколад, үсті де шоколад. Шоколадты ұнататындар болса, міндетті түрде осы пирогты дайындауға сіздерге кеңес беремін. Мінекей достар, сіздерге кесіп көрсетейін, іші толық пісіп және ылғалды болып шығады. Арамызда шоколадты пирог ұнататындарымыз болса, қолдарыңызды көтеріп қойыңыздар. Осы видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.